Ассалаумағалейкум тарих сүйер қауым. Бүгінгі әңгімеміз Әмір Темір. Әмір Темір жайлы дерек көп. 1336 жылы сәуірдің 9 күні дүниеге келген Шағатай алысында. Өзі Моңғол ру тайпасынан, Барлас тайпасынан шыққан әскери адам. Неге әмір, неге хан емес десек, ол Шыңғыс заң қатты ұстанған адам болып саналады. Яғни тек қана хан деп атағын алатын Шыңғыс ханның ұрпақтары ол сол дала заңын қатты сақтай, өзін әмір деп санаған. Өлергенше хан атағына Шыңғыс хан ұрпағынан шыққан адамдарды өзінің ықпалында ұстай отқан, өзі қойып. Үлкен әскери жорықтар, үлкен империя соңғы бір Орталық Азиядағы ықпалы болған тұлғаның бірі, яғни Иранға, Қытайға, Сирия және Мысыр мәмлүктерімен соғысқан аса ірі тұлға деп айтуға болады. Ол жайлы көптеген аңыздар мен жазбалар қалған. Өзі өнер мен мәдениетті жақсы көрген, сәулетті, өмірін көп уақытын жорықпен өткізгенмен байлығының көбін сәулетке, мұсылмандық діни мешіттер мен медреселерге және қалаларды сәулелендіруге жұмсаған. Өзі жастайынан медреседе оқыған, мұсылмандық діни білім алған. Әмір Темірдің ең үлкен бір қас жауы ол Тоқтамыс, яғни Алтын Орданың соңғы бір ханы деп те айтуға болады. Алтын Ордадағы бақталастар деген ұзақ хандардың өлімдерінен кейін Сібір хандығынан Тоқтамысты келіп отырғызады. Оған Әмір Темір де қарсылығын білдірмей ықпалын жүргізгісі келеді. Бірақ кейін қайта Тоқтамыстың қарсы шығып соғыс жариялағаннан кейін 3 рет шайқас болады. Үшіншісінде ең үлкен шайқаста Тоқтамыс толық жеңіліп қаза табады. Ол үлкен шайқас қазіргі Кавказда Терек өзенінің жағасында болады. Содан Алтын Орда толықтай құлдырауына алып келеді. Әмір Темір көптеген Иранның, Осман империясындағы Баязитпендағы шайқас, Индияға дейін барады. Бірақ Алтын Ордадай шайқастай өмірін ерекше болады. Яғни Алтын Ордадағы көшпенді жауынгерлермен оған шайқаста жеңілуіне шамалы қалады. Темірдің жауынгерлері Алтын Орданың жауынгерлеріне қарағанда кәсіпқой әрі ақшалы, төлемді, жалдамалы әрі тәжірибесі мол болып келеді. Соның арқасында жеңіске жетеді. Үнемі Темір кәсіпқой армияны ұстап тұру үшін әрқашанда соғысқа жүгінетін болады. Өйткені олардың бәрі ақшаға жалдамалы болады. Ұстап тұру оңайға түспейді, сондықтан үнемі жорықта болады. Әскердің алдын ала өзінің тыңшылары көп болады. Қай қаланы жаулап алғысы келсе, алдын ала тыңшыларымен ол қалада қанша халық тұрады, қанша байлығы бар, сол арқылы жауынгерлерді қызықтырып, үнемі жорықтар жасайтын болады. Өлер алдында ол ат басын бұрып, кейін Қытайға жорығын дайындайды. Сол жолда Қашқар қаласында 69 жасында белгісіз себептермен қайтыс болады. Оны алып келіп Самарқандқа жерлейді. Яғни аңызы бар әлі де оның жерленген жерін 1941 жылы 21 маусымда ашқыпты деген. Кейін оның ескертулерге қарамастан, кейін соны Сталинград шайқасында қайта жерлеп бүкіл әдет ғұрып сақтағаннан кейін қайта Сталинград шайқасында жеңіске жетті деп. Әмір Темірдің 18 әйелі болған, одан көптеген атақты ұрпақтар тарады. Оның бірі немересі Ұлықбек, алғашқы Орталық Азиядағы астрономия ашқан. Шөбересі Бабур, Индияны билеген, Моғол империясының шахы болған. Оның шөпшігі Шах Жахан Таж-Махалды салдырған. Яғни көптеген ұрпақтары өзі аса тұлға болып тарихта қалды. Өзінің жорықтарын жан-жағындағы Иранға, Сирияға, басқа мұсылмандарға жорықтарын ақтау үшін өзін ислам қылышы семсер деп санаған. Яғни әр елдерде өзінің мұсылмандық заң билігін орнатып жатырмын деп. Бірақ өзі өлуімен құрған империясы да тарайды. Өлімінен кейін ешқандай жорықтар болмай, оның кәсіпқой армиясы ақша төленбегесін тарап кетеді. Бірақ Әмір Темір тарихта ең қатыгез билеушілердің қатарына саналады. Оның жорықтарынан миллионға жуық адам зардап шекті деп айта алады. Оның аса бір құйтыртқы істерінің бірі, қалаларының аса берілмей шайқасып жатса, сол өзінің тұтқындарының бастарынан пирамида құрып, аса үрей тудырған. Олардың көптеген іс әрекеттерінің бірі
жауынгерлік тәртіптігі бәрі Шыңғысханның үлгісі деп айтуға да болады тікелей, яғни ол Шыңғысханды қатты үлгі тұтқан деп айтады. Әмір Темір тарихта аса ерекше тұлға, бір жағынан қатыгез жауынгер, бір жағынан өнерді, сәулетті, білімді қатты бағалаған адам деп айта алады. Әрі мұсылман, жанашыр медреселер, мешіттер салған, әлемдегі ең үлкен бір мешіттердің бірі, 20 мыңдық Самарқандта мешіттердің автор деп айтуға болады, салдырған. Біргелкі емес, өте жабық, аса жұмбақ адам деп айтуға да болады. Тарихта ерекше орны бөлек.